Дүниенің де, ақыреттің де ілімінің ең шыңырау шыңы бұл Құран кәрім. Көрдіңіздер ма? Мына жаз мезгілінде қол бос кезде сол Құранды жүзіне қарап оқып үйреніп алыңыздар. Жүзіне қарап оқып үйреніп алыңыздар Құранды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір әріпке 10 сауап болады деді Құранда. 10 сауап. Ал ол ежелеп оқитын болса 22 есе сауап болады бір әріпке. Құл хуа Аллаху ахад. Мысалға нешеу? 4-еу, 5-еу, 9, ахад, 3-еу. 12 әріп бар. Құл хуа Аллаху ахад деген аятта 12-13 әріп бар. Дұрыс па? Қанша сауап болды? 120 сауап бар. Бір аятты үйреніп оқыдыңыз, жаттадыңыз, 120 сауап бар. Оны 2-ге көбейтіңіз, ежелеп оққандың үшін 240 болады. Керемет па? Пайғамбарымыздың көп қой хадистері. Міне ілім алу туралы сахабаларға айтады, әй сахабалар дейді, таңертең дейді. Мынау ақиқ деген базар дейді. Бақ ақиқ деген мал базар ғой. Бақ қақтан көрдім мен, Есен ана деген мал базар ма мына жерде? Тағы Есет ата ма бірдеңе деген базар бар ма? Ишан баба деген ба? Бұл жақта көрген жоқпын ба? Миым ашық қалды деген қақтан көрген. Ол бір жерде мал базар көрдік осы жақын маңдарда әйтеуір. Сол мал базарға барып дейді таңертең. Күнә істемеген күйде, әлі туыстық қарым-қатынасты үзбеген күйде бардың дейді. Сөйтіп барып бір түйені еншілеп қайттың дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Көрдіңіз ба? Күнә істеген жоқсың, туыстық қарым-қатынасты үзген жоқсың, бардың да бір түйе мініп алып қайттың. Тегін рахат. Түйе беремін десе, кеттік қой бәріміз мына жерде мал базарға қырыламыз ғой. Дұрыс па? Тегін түйе. 1 миллион теңге екен түйе дейтін. Соны кім қалайды дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ойбай, бәрімізге керек қой дейді сахабалар. Кімге керек емес түйе? Бәріне керек түйе. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сендерден қайсы бірің Алланың үйлерінің бір үйіне келіп дейді. Құраннан бір аят үйренулерің бір түйені Алла жолында садақа қылғандарынан қайырлы дейді. Ана қараңыздар. Бір аят, құл хуаллаху ахад деген аятты дұрыстап, жүзіне қарап оқуды үйренгенің 1 миллион теңгені Алла жолында садақа қылғаннан абзал дейді. Аллаху самад дедіңіз ба? 2 миллион теңге. Лам ялид ва лам юлад 3 миллион. Ва лам якун лаху куфуан ахад. 4 миллион теңгені бір күнде бір сүре жаттай аласың ба спокойно? 4 миллион теңгені Алла жолында садақа қылған мен бірдей. Кеше ана неде айтып адық? Қаяқта айттық бір жерде айттық. Мына Каспий голтыңа сол түсіп тұрса дейді да мысалға. Ойбай, сенен қатты Құран жаттайтын адам болмай қалады дейді. Құл хуаллаху ахад деген кезде Каспий голтқа 1 миллион тырс ете қалды да. Ойбай, Аллаху самад дедің бірден. Ар жағына 2 миллион. Лам ялид ва лам юлад. Ойбай, 3 миллион. Каспий көтере алмайды. Сіз кешке дейін бар ғой, 1 миллион дейді ғой жаңа, сондай сияқты шоттағы ақшалар түсіп атады ғой. Тіл келмейді оған дейді ғой жаңа, кім айтады? Бір ағамыз айтқандай. Сонда біздің көзімізге түспесе сенбейтін болып қалғанбыз ғой. Бұны Пайғамбар айтып жатыр ғой, ол ерігіп отырып алды. Так, сендерге түйе беріледі, Құран оқысаңдар. Деп, жоқ, Алла тағала не деп жатыр? Ей Мұхаммед, айт осылай менің құлдарыма сүйінші хабарды айт деп жатыр ғой Алла тағала. Көрдіңіз ба? Соны Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге жеткізіп беріп жатыр ғой. Ма янтиқу анил хауа дейді. Ин хуа илля вахюн юха. Ол өзінің аузынан бірдеңені айтпайды дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Оның бар айтатыны не дейді? Біз вахи еткен нәрсе дейді. Ана, кім? Алла. Егер Пайғамбар бірдеңені айтып жатса, оның артында біреу бар, ол кім? Ол Алла. Әй, бір түйе деп жатыр ма? Бір түйе бар ол. Уайымдамай ақ, шотыңда тұр бір түйе кәдімгідей. Ертең шот беріледі көз алдыңда, Құдай қаласа. Әркім өзінің шотын, дорбасын жинап алады. Көрдіңіз ба? Мына дорбаны сол жақсылыққа толтырып алу керек. Жаңағы анау патшаның оқиғасындағыдай. Өзінің уәзірлерінің үшеуін жинап алып айтады дейді патша. Үшеуің мына есіктің алдында баққа шығыңдар да, бар бәрің анау дорбаға толтырып жеміс теріп келіңдерші деп айтады дейді. Сонымен жаңа үш уәзір шығады, бірінші шығады дейді. Осы ерігетте отырады осы бар ғой деп ше. Тасташ дейді, толса болды ғой деп, шірігі бар, мірігі бар, анаң бәрін жинап қап толса болды дейді анау дорба. Дорбаны толтырып алады, екіншісі астын шөпке толтырады да, бетіне 4-5 түйір алманы оқып қояды жаңа. Показуха дейді оныкі бізде.
Сондай көбейіп кетті ғой показуға. Үшіншісі айтты ғой дейді. Бекерден бекер айтқан жоқ ол. Толтырайын дейді да, ана дорбаны жақсылап толтырады ғой анау. Піскен әдемі жемістерге. Сөйтіп үшеуі патшаның алдына келсе айтады дейді. Мына үшеуінің қолдарына өзінің жинаған дорбаларын беріңдер де, көлдің ортасындағы зынданға апарып тастаңдар, бөлек-бөлек дейді, ал. Бір ай жатады сол жерде дейді, ал, керек болатын болса. Бір ай көлдің ортасындағы зынданда жатсың, қолыңда дорба бар да, бағанағы өзің жинаған. Сонда бірінші жаңағы боқтың бәрін жинаған бар ғой, шіріктің бәрін жинаған, сол бір аптаға жетпей уланып өлді дейді жаңағы. Бірінші уәзір кетті. Уәзір де білгісі кеп тұр ғой, кімнің кім екен қасындағылардың, көрдіңіз ба? Екінші уәзір барған бойда ана жинап алды дейді жаңағылар, шығып кетпей тұрып ше. Соны кіттей тілімдеп жеп, өліп тіріліп, бір айды әлең толтырды дейді ғанау. Кішкентай өлуге қалған кезде шықты дейді, айды Құдайға шүкір. Үшіншісі рахаттанып жатыр дейді, тағы бір ай соссаңдар да болады деп ше. Ана қолын қапшы қатты лақтырып жеп, ауызға алма түседі, мына жақтан өрік лақтырады, өрік түседі. Рахатты көріп жатыр жаңа зынданда. Бір айда анау салмақ қосып шықты дейді ғой жаңа. Көрдіңіздер ме? Міне өмір осындай дейді, өмір осындай. Алла бізді мына дүниеге жіберді да, қолымызға дорбаны беріп жіберді дейді. Ма, қаласаң боққа толтыр, қаласаң шірікке толтыр, қаласаң жақсылыққа толтыр. Ертең өзіңнің дорбаңды өзің ашасың дейді. Сол кезде көресің не алғаныңды. Көрдіңіз ба? Өмірің жақсылыққа толған болса, сен жаңағы адам құсап жатасында салмақ қосып алып. Өміріңнің көп бөлігі быт-шыт болып кеткен болса, онда бағанағы уланғандар құсап уланасың да. Алдыңнан шығады. Дүниеде не істедің, сол алдыңнан шығады. Бұл аятта да келеді, Құран кәрімнің аяттарында. Кім не істесе, соны көреді дейді Алланың алдында. Шаңның тозаңындай, кішкентай. Кім қандай жамандық істесе, ол оны да көреді дейді Алла Тағала. Зілзала деген сүреде айтады. Көрдіңіздер ме? Ештеңе не қылынбайды, Алланың ілімінен тыс болып кетіп қалмайды еш нәрсе. Сондықтан құрметті мінекей жиналған ағайын, ілім алуды ешқашан естемеу керек екен, тоқтатпау керек екен. Білім. Бұл адамның қолындағы шамшырағы қараңғыға батқан кезде жағы баласында жүре бересің, рахат. Көрдіңіз ба? Ілім ешқашан естелінбейді, тоқтамайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ілім қабірге кіріп кеткенге дейін дейді. Бұны қазақ бір сөзбен айтқан. Тұрып қалған су сасиды деп айтқан. Көрдіңіз ба? Тұрған су сасып кетеді ғой. Ағын суда арам жоқ дейді. Ағып тұрса, ілім алып тұрса, иманын жаңалап тұрса, ол адам не істемейді? Ол адам сасымайды дейді, қазақ айтады. Сондықтан, мына жаңағы кешеде айтып жатырмын ғой, бір үлкен ағалардың қоятын сұрақ ғой, енді әркім өзін ыңғайлап құтылып кеткісі келеді ғой, енді былай. Шығып кететін жол іздеп тұрамыз ғой біз. Любой ситуациядан шығып кетуге жол іздеп тұрамыз. Осы дұрыс екен деп айтпайсың. Сол бір ақсақалдан үлкен кісі сұрақ қойып жатыр бір ұстазға. Ұстаз, енді біздің миымыз не қыла алмайды қатты. Біз сол ілім ала алмаймыз ау деп сұрақ қойып жатыр екен да. Не істейміз, бізге бір не бар ма деп. Ілім алмай қойсақ бола ма деп жатыр ғой, былай айтқанда. Бізге ілім алмай қойсақ бола бере ма деп жатыр. Сонда ана ұстаз да айтқан екен, машалла, бүй деп айтады дейді. Аға, егер де өсек айтып жатқан кезде, или біреуді жамандап жатқан кезде, аттары тура есіне түсіп жатқан болса дейді, онда ілім парыз сізге дейді. Егер біреу жамандап жатқанда атынан шатасып жатсаң, онда сізге үзір бар деп айтты дейді. Ілім алмай қойсаңыз болады деп айтты. Аттар тошын түсіп жатыр ғой жамандап жатқан кезде, ана министрдің аты тошыны, мынаның аты тошыны, ананың аты тошын түсіп жатса, онда сізге ілім парыз деп жатыр ғой. Көрдіңіз ба? Міне сол ілім адамның мәртебесін биік қылатын, ең дүниедегі ең шарапатты болған бұл амал ілім екен. Алла Құран кәрімде Алла сіздердің араларыңыздағы иман келтірген және ілім берілген кісілердің мәртебесін биік қылып қойған дейді Алла Тағала. Мына қараңыздар, оған дәлелді қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманында, білесіздер ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 53 жасында өлтіреміз деп шешім қабылдады ғой Меккеде. Сөйтіп бұл кісі қайда қарай кетті? Мәдинаға қарай кетті. Бұны хижрет деп айтады, яғни қоныс аудару.
Сөйтіп кетеді. Мәдинаға барғанына 3 жыл болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасы нешеде болып жатыр? 53, 56-да болып жатыр. 53-те келді, 56 жасқа толған кезі. Сонда сахабалар Мекке мен Мәдинаның ортасында былай-былай жүріп тұрады екен. Екі орта бар ғой, жол бар ғой. Сол екі ортада бір ауыл бар екен. Сол ауылға арасында сахабалар кіріп, аттарын суарып кетеді екен да. Сол аттарын суарып жүрген кезде енді ана бір жап-жас 16 жасар бала жүр дейді да. Аттардың ояқ бұяғында, мал қораның ояқ бұяғында деген сияқты. Сонымен аналардың әңгімесін тыңдайды. Мә, ұнайды ғой, мыналардың бір-біріне мәмілесі, бауырмашылдығы. Енді сахабалардікін сипаттай алмайсың ғой, енді олардың замандағы махаббатты бір-біріне шынайылықты. Қазір ғой бетіңе деп күліп тұрады да, шығып кеткеннен кейін артыңнан перет көсекші. Деп тұрады, ана шын екен деп ойлап қаласың. Шыққаннан кейін сенен жаман адам жоқ ана. Өсекті ұрады ана сенің артын. Қойшы, мынау ажырасып кеткен ба? Обал жоқ бұның, мақал. Анау деген андай артыңнан бөседі әңгімен, көрдіңіз ба? Шынайылық не? Жоқ болып баратыр ғой. Сахабаларда ондай болмаған екен да. Қалай бар солай да, екі жүзділік деген нәрсе жоқ. Қалай бар солай. Соның бәрін көреді ана бала мыналар тегінен сендер не нәрсе туралы әңгімелесіп жатсыңдар? Біз ислам, иман туралы. Ол не нәрсе? Ол Алла елшісі, міне Алланың соңғы пайғамбары келді. Қазір Меккеден Мәдинаға көшті. Сол жерде ислам мемлекеті шарықтап дамып жатыр. Оған қалай не қылады? Жүріп кеттік дейді ғой бізбен бірге. Ана бала енді қалан ауылдың ішінде егер үйренетін болса жаңағы жайында ше, бұл ауыл пұтқа табынатын ауылда, мүсінге табынады. Бұның әкесі өліп қалған екен, жетім екен, әкеден бар ғой жаңа баланың. Анасы бар екен, бірақ анасы қайнағасынан қорқады екен да. Өйткені мына баланың әкесінің ағасы бар ғой, жауыз адам болған екен. Мынаны аямай ұрып, жегіп сөйтіп жұмысқа салады екен жаңа баланы. Зұлымдықтың түр-түрін көрсеткен ана балаға. Айлық береді, соны жұмыс қылады, жегет, өйтет, бүйтет, сөйтет. Сонымен жаңағы жігіт қалаң сыртына қорқып кетіп шығады да, ана сахабаларға иман келтіреді ғой, исламды қабылдайды жаңағы 16 жасар бала. Сөйтіп отырып, сахабалармен бірге жүре отырып, енді ол кезде Құранның түсіп жатқан уақыты ғой. Сахабалардан ауызба ауыз Құран жаттайды екен жаңа бала ше. Қалай 12-13 километр Құран жаттап кеткен білмейді екен жаңа бала. 12-13 километр ауызба ауыз кетіп бара жатып Құран жаттайды екен. Альхамдулиллахи роббил аламин, альхамдулиллахи роббил аламин деген сияқты. Құранның аяттарын жаттап, сонымен анау кеш батып кетеді, бері қарай жүгіріп қашады екен да көкем біліп қоймасын деп. Көрдіңіз ба? Сөйтіп келіп көкесін тығылып келіп ауылға кіреді екен. Келесі жолы келесі сахабалар өтсе тағы да кетіп қалады екен. 13-14 километр ойлаңыз. Арыстан баптың кесенесіне дейін барып қайтады екен мына жердегі. Құрметті шәуілдердің халқы, Арыстан бап бабамыздың кесенесінің жанында Құран кәрімнен сабақ береміз десе, айналайын қой дейсің ғой. Қой айналайын. Не ерігіп отырсың ба? Сол жақта 13 километр жерге отырып. Біз мына жерде 800 метр жердегі мешітке бармаймыз. Сен не 13 километрге шақырып бізді? Көрдіңіз ба? Сонда содан жүгіріп қайтады екен бері қарай. Бұның іс-әрекетін қарасаңшы, сөйтіп жүріп бар ғой, жаяу жүгіріп жүріп, Құранның көп бөлігін жаттап тастаған дейді ана бала. Ана ауызба ауыз махаббатты көрдіңіз ба? Құранға деген. Мына өзі бір нәрсеге қысым күшейеді ғой, сол нәрсеге адамның махаббаты артады ғой. Совет үкіметіндегі адамдардың дінге деген махаббаты менен қазіргі біздің махаббатымыз келмейді өлшеуге. Совет үкіметінде қысқан сайын бабаларымыз бар ғой, түнде ұйықтамай тығылып тахаджуд оқып, түндерде жаназа шығарған. Менің әжем айтып отыратын еді. Біз әкелерімізді анау аталарымыз тығылып таңғы 4-те бәрі ұйықтап жатқан кезде жаназа шығаратын көретінбіз дейді. Көрдіңіздер ме? Түнгі 4-те не істеп жүр анау? Жаназа ұйықтамай күтеді екен. Бәрі ұйықтады деген кезде 4-5 ауылдың ақсақалы шығып, жаназасын оқып, ананы барып жерлейді екен. Бейшара жаназасыз кетіп қалмасын деп ше. Ауыл тығылып жүріп, сырдың бойында, міне бәріміз сіздер де сырдың бойындасыздар ғой, дұрыс па? Мен де сырдың бойындамын. Сыр теңізі барып, мына Сырдария теңізі. Біздің теңізге барып тіреледі, Арал теңізіне құят барып. Соңғы жері сол тоқтайтын жер. Міне сол осы сырдың өңіріндегі бүкіл ғалымдар білесіздер ме? Дарияны кешіп отырып, тығылып жүріп, шөптердің арасында, қамыстардың арасында шәкірт шығарған оқытып. Ананың қылышынан қан тамып тұр Совет үкіметінің.
Сонда қоя салса болады ғой, қоймайды, көрдіңіз. Қысым күшейген сайын адамның махаббаты артады екен. Қазір ешқандай дінге қысым жоқ. Аллаға мыңда бір шүкір. Қыспай-ақ қойсын. Қыспай-ақ қойсын. Алла заманды бейбіт қылсын. Міне сол көрдіңіз ба, қысым күшейген кезде адамның махаббаты сол нәрсеге арта береді екен.